Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілі сабағының 54-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписация етіңдер, себебі біздің арнамыздан сендер қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар балалар. Сол үшін міндетті түрде подписация етіп қойыңдар балалар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бізде Қаныш атам сияқты геолог боламын. Біріккен сөздер. Тірек сөздермен монолог құраймын, біріккен сөздің жасалуын үйренемін. Енді балалар, бізде бірінші 30-шы жаттығу берілген, мәтінді тыңда дейді. Қазақстан пайдалы қазбаларға бай. Ол жер асты байлығының қоймасы деп бекер айтылмаған. Бізде жер жүзінде кездесетін пайдалы қазбалардың барлық түрі бар. Пайдалы қазбаларды өндіру үшін алдымен оның шығатын орнын табу керек. Мұндай кен орындарын іздеумен геологтер айналысады. Олар әртүрлі техникалық құралдарды пайдаланады. Табылған пайдалы қазбалардың шығатын жерін шартты белгілер арқылы картаға түсіреді. Дүниетану кітабынан. Енді балалар, бізде астында екі сұрақ берілген екен, сол осы мәтінді пайдалана отырып біз осы сұрақтарға жауап берейік. Бізде балалар, бірінші сұрақ: неліктен Қазақстан жер асты байлығының қоймасы деп аталады дейді. Және де Қазақстанның пайдалы қазбалар картасымен танысып, пайдалы қазбалар шығатын жер су атауларын тап дейді. Енді балалар, біз бірінші сұраққа жауап берейік. Неліктен Қазақстан жер асты байлығының қоймасы деп аталады? Қазақстан жер асты байлығының қоймасы аталу себебі біздің елімізде жер асты қазба байлықтары өте көп. Қазақстан қазына, қазба байлығы жағынан дүние жүзіндегі ең бай деген 10 елдің қатарына кіреді екен, балалар. Келесі сұрақ бізде балалар: Қазақстанның пайдалы қазбалар картасымен танысып, пайдалы қазбалар шығатын жер су атауларымен таныс дейді. Яғни тап дейді, мысалы балалар, мұнай мен газдың мол қоры Атырау, Маңғыстау, Қызылорда, Ақтөбе және Батыс Қазақстан аймақтарында шоғырланған. Көмір кен орындарының басым бөлігі Қарағанды, Павлодар және Қостанай облыстарында орналасқан. Ірі органогендік кен орындары Маңғыстау түбегінде кездеседі. Балалар, осыдан басқа тағы да басқа біздің жер асты қазба байлықтарымыз бізде өте көп екен, өздерің алып қосарларың болса, қоссаңдар болады балалар. Келесі бізде балалар 31-ші жаттығу: жер су атаулары мен олардан шығатын пайдалы қазбаларды сәйкестендір, біріккен сөздерді тап дейді. Мысалы, Арқалық, Ерейментау, Ақсу, Жезқазған, Кентау, Қаражал, Жалғызтөбе. Осыларда мысалы мыс кенінің, алтын, алюминий, полиметалл кендері, темір кендерінің қайсы шығатын біз іздеп тауып жазуымыз керекпіз, яғни сәйкестендіруіміз керекпіз. Одан кейін балалар, біз біріккен сөздерді табатын боламыз. Және де балалар, бізге үлгі бойынша 3-4 сөйлем құрап жаз дейді. Бізде үлгі берілген, мысалы, Арқалықта алюминий өндіріледі деген сияқты. Осы сияқты 3-4 сөйлем құрап жазуымыз керек. Бірінші балалар, жер су атауларын біз олардың шығатын пайдалы қазбалармен сәйкестендірейік. Мысалы балалар, бізде Арқалықта алюминий, Ерейментауда алтын, Ақсуда алтын, Жезқазғанда мыс кені, Кентауда полиметалл кендері, келесі Қаражолда темір кені, Жалғызтөбеде мыс кені бар екен, балалар. Енді біріккен сөздер бұл жерде Жезқазған, Кентау, Жалғызтөбе және Қаражал мен Ақсу екен. Жезқазған деген сөзде балалар, бізде жез және қазған деген екі түбірден жасалып тұр. Кентау сөзінде де балалар, кен және тау деген екі түбір бар. Келесі Жалғызтөбе сөзінде жалғыз және төбе деген екі түбір бар екен. Қаражал сөзінде де қара және жал деген екі түбір бар екен. Ақсу сөзінде де балалар, бізде ақ және су деген екі түбірден құралып тұр екен, балалар. Енді балалар, бізге 3-4 сөйлем құрап жазуымыз керек, үлгіде берілгенде. Бірінші сөйлем бізде Арқалықта алюминий өндіріледі. Келесі бізде Ерейментау мен Ақсу алтынға бай өлке. Келесі үшінші Қаражолда темір кені бар. Төртінші Кентауда полиметалл кендері өте көп кездеседі. Осылай балалар, өздеріңнің сөйлемдеріңді құрап жазсаңдар болады.
Келесі бізде балалар 32-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Жезқазған жер қайнарым, мыс балқып қойнауында тулайдағын. Көзінде батыр мінез бабалардың, ұлы мәрт қызы көркем нұрлаймағым. Дүниені жайласады дауылдағын, ерлерше сақтап қалған мәнін жанын. Жігерін жұқартпаған жезді өлкеде жер қазып, мыс балқытқан бауырларым. Фариза Оңғарсынова дейді балалар. Енді балалар өлең не туралы дейді? Жезқазған немесе мыс туралы дейді. Және де өлеңнен біріккен сөзді тауып, оның қалай жасалғанын түсіндір дейді. Келесі сұрақ бізде мыстан не жасайды? Дерек көздерден сұрақтың жауабын тауып жаз дейді. Осы сұрақтарға балалар жауап береге балалар. Енді балалар бірінші өлең не туралы екен? Бұл жерде балалар өлең Жезқазған жайында айтылған екен, иә? Яғни Жезқазған өлкесі туралы екен. Енді келесі бізде балалар біріккен сөздер бұл жерде Жезқазған сөзі, иә? Жезқазған сөзі бізде балалар жез және қазған деген екі түбірдің бірігуі арқылы жасалып тұр екен, иә балалар? Енді келесі балалар бізде мыстан медициналық аспаптар мен материалдардан бастап күрделі электроника мен ядролық техника жасалады екен, иә балалар? Мыстан осы сияқты нәрселер жасалады екен. Келесі бізде балалар 33-ші жаттығу тірек сөздермен монолог құрап жаз дейді. Тақырыбы бізде мен геологпын, тірек сөздер мен геолог, жер асты қазбалары, іздеп табу, оның қорын анықтау, кен байлықтары, халықтың игілігіне жарату, армандау, ерементау, ақсу, жезқазған, кентау, мақтан ету. Енді балалар осы тірек сөздерді қолдана отырып, мен геологпын деген тақырыпта біз монолог құрап жазуымыз керекпіз. Мысалы балалар, мен геологпын. Мен өскенде геолог болуды армандаймын. Геологтар жер асты қазбаларын іздеп тауып, оның қорын анықтайды. Мен табылған кен байлықтарын халықтың игілігіне жаратуды армандаймын. Мен біздің Қазақстандағы кен орындары бар Ерементау, Ақсу, Жезқазған, Кентау менен мақтан етемін. Осы сияқты балалар өздеріңнің монологтарыңды құрап жазсаңдар болады, иә балалар? Балалар, келесі бізде 34-ші жаттығу дерек көздерден төмендегі сұрақтарға жауап ізде дейді. Яғни балалар, бұл жерде бізде 3 сұрақ берілген екен, иә? Қаныш Сәтбаев кім? Оның геолог мамандығына қандай қатысы бар? Екінші, темір Қазақстанның қай жерлерінде өндіріледі? Үшінші, алюминийден не жасайды? Тапқан ақпаратыңды сыныптастарыңа таныстыр, ақпаратыңда кездескен біріккен сөздерді дәптеріңе жаз дейді балалар. Енді балалар, біз бірінші сұраққа жауап берейік. Қаныш Сәтбаев кім? Оның геолог мамандығына қандай қатысы бар? Енді балалар, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев геолог, ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик. Қазақ КСР ғылым академиясының ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті. Қазақ КСР академиясының академигі, Кеңес одағының және Қазақстанның металлогения мектебінің негізін қалаушы. Қазақтан шыққан тұңғыш академик. Ғалымның негізгі ғылыми еңбектері кентасты кендер геологиясы мен Қазақстанның минералды ресурстарына арналған. Жезқазған кейін зерттеу және орталық Қазақстанның металлогендік және болжам картасын жасауда көп еңбек сіңірген. Енді балалар, бізде келесі сұрақ екінші, темір Қазақстанның қай жерлерінде өндіріледі? Балалар, Қазақстан темір кені қоры жөнінен ТМД бойынша Ресей мен Украинадан кейін 3-ші орын алады екен. Темір кен орындары көбінесе солтүстік Қазақстанда. Мұнда барлық темір кені қорының 85% шоғырланған. Әсіресе Қашар, Соколов, Сарыбай кен орындарының маңызы зор дейді, иә балалар? Келесі 3-ші сұрақ балалар, бізде алюминийден не жасайды дейді. Смартфондар, планшеттер, ноутбуктер, жалпақ панельді теледидарлар, мониторлар және басқа да жабдық өндірушілер алюминийді көбірек қолданады. Алюминий сонымен қатар жиһаз және интерьер заттарын өндіруде жиі қолданылады. Үстелдер, орындықтар, перделер, суретке арналған жақтаулар, шамдар, декоративті қабырға панельдері, кондиционерлер мен радиаторлардың барлығы алюминийден жасалған. Ал ас үйді алюминийсіз елестету мүмкін емес. Енді балалар, бұл жерде бізде
біріккен сөздер бар, иә? Бізге біріккен сөздерді дәптеріңе жаз деп тұр. Бұл жерде біріккен сөздер балалар бізде геолог, жезқазған, сары арқа деген сөздер екен. Геолог сөзі бізде балалар гео және лог деген екі түбірден тұрады екен. Ал жезқазған сөзі балалар бізде жез және қазған деген екі түбір бар екен, иә? Сары арқа сөзінде де сары және арқа деген екі түбірден құралған екен, иә балалар? Балалар, осымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Міндетті түрде біздің арнамызға подписаться етіңдер. Біздің арнамыздан сендер қазақ тілінен басқа математика сабақтарының үй жұмыстарын жасап, өздеріңнің сабақтарыңды жасай алатындарыңды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше балалар, сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін.